intro. Достар, бұл видеомызды бастамай тұрып сіздерге хабарландыру айта кеткім келіп отыр. Сіздерге өзіміздің екінші арнамызға жазыла кетулеріңізді сұраймын. Себебі оларына да жуық арада қызықты видеолар шығаратын боламыз. Және жақын арада сұрақ-жауап рубрикасын ұйымдастырмақпыз. Өз сұрақтарыңызды біздің ВКонтакте әлеуметтік желісіндегі тобымызға жаза кетіңіз. Сілтемесін төменде қалдыратын боламын. Барлықтарыңызға сәлем достар. Сіздермен бірге әрдайым шынайы футбол арнасы. Ұзақ уақыт бойы, қаншама жылдар бойы көпшілікті қатты мазалаған, әсіресе Барселона мен Реал, ал енді Ювентус жанкүйерлерін қатты толғандырған сұраққа жауап іздеп көрмекпіз. Қай футболшының бағыттаған жойқын соққысын қайтару қиын? Роналдудың бе әлде Мессидің бе? Дәл осы сұраққа әлемнің ең үздік қақпашылар қатарына енетін топ 5 қақпашының жауаптарын назарыңызға ұсынбақпыз. Бұл екі қос футболшы, мүлдем бөлек өзгеше ойыншылар. Месси неғұрлым жан-жақты, техникасы жоғары футболшы. Ол алаңды өте жақсы сезіне алады, ал Криштиану болса айып тобының нағыз құбыжығына айналды. Ол сәл ғана қартайды, сондықтан ол көбірек бар күш-қуатын үнемдейді. Ол кез келген сәтте, бір ғана сәтте гол соғып кете алады. Меніңше кез келген қақпашы Роналдудың жойқын соққысының алдында сескенері анық. Оның соққыларының көбісін бірден аңғару мүмкін емес. Топтың ұшу бағыты қатты өзгереді. Сондықтан оның соққыларын қайтару өте қиынға соғады. Шын мәнінде Роналдудың соққысы жеңіл болатындай көрінді. Оның соққысы менің көз алдымда күтпеген жерден бағыты өзгеріп сала берді. Бұндай соққылар мен үшін өте сирек кездеседі. Сондықтан мен бұл допты қайтаруға дайын болмай шықтым. Дәл Роналду секілді соққыны ешкім де бағыттай алмайтын шығар. Бұл соққыларды қайтару мүмкін емес. Ол дәл қақпада тұрған қақпашыға қарай жойқын соққысын бағыттап үлгерген сәтте сені және сенің командаңды жай ғана ғажайып немесе қақпаны жауып үлгерген қорғаушы ғана құтқара алады. Егер соққы бағытталып үлгерсе, бұл үлкен дәрежеде голмен тең. Роналду мен дәл осы бәсекеде шақ келетін тек қана Роберто Карлос деп есептеймін. Осы жылы алтын допты Месси жеңіп алады. Роналду мен Мессидің алдағы уақытта қалай ойнайтынын кейінірек көретін боламыз. Олардың мықты болғаны соншалық, олар басқаларға алтын доп жүлдесін мүлдем жеңіп алуға мүмкіндік бермейтіндей көрінеді. Бұл қос футболшының көп гол соғатыны соншалық. Барлық турнирді дәл осы екеуінің бірі ғана жеңіп алатындай. Мессидің соққылары адам сенгісіз. Оның соққысының бар қиындығы оның еш мүдіріссіз соққысында. Оның допты қашан тебетінін аңғару мүмкін емес. Егер өте қатты, жойқын, ауыр соққыларды қандай да бір тәсілмен қайтаруға болатын болса, ал сен мүлдем күтпеген соққыны қайтару мүмкін емес. Роналду менің бір командадағы әріптесім болған еді. Нақты оның арқасында мен өз ойынымды жақсартқан едім. Месси мен Роналдудың арасындағы үздігін таңдау қиын. Мен Мессимен қарсылас ретінде талай кездестім. Ол маған қанша гол соққысы келсе сонша қалауынша соқты. Роналду тіпті жаттығудың өзінде маған соншалықты гол соға алмайтын. Мен Роналдудан да, Мессиден де мүлдем сескенген емеспін. Мен үшін бұл қос шабуылдаушы. Дәл сол сияқты кез келген басқа да шабуылшылардан еш артықшылығы жоқ. Олардың барлығының қызметі бір. Алайда басқаларға қарағанда дәл осы екі шабуылдаушыға қарсы ойнауды қаламаймын. Олардың соққылары мен үшін едәуір ауырлау, әрі қиынырақ. Достар, біздің бүгінгі видеомызда осымен өз мәресіне келіп жетті. Кімнің соққысы сіздің ойыңызша жойқынырақ? Роналдудың ба әлде Мессидің бе? Өз ойыңызды комментарийге жаза кетіңіз. Видео ұнаған болса міндетті түрде лайк басып, арнамызға жазыла кетуді ұмытпаңыздар. Келесі видеоларда кездескенше қош аман сау болыңыздар. Like you, be strong to hold the powers of the sun.